арнайы біздің қалың көрерменнің көкейінде жүрген біршама сұрақтарды да осы подкастымызда талқылап көретін боламыз. Құрметті ұстаздар, қош келдіңіздер. Енді біз кейде айта алмаймыз. Біреу былайша уақытта өйтіп қатты құлшылық қылмайтын еді ғой, Рамазанға бола қатты құлшылық қылып кетті деп. Ол шынымен де солай болу керек. Ол сол үшін де Рамазан. Ол сол үшін де сондай уақыт. Енді қазір біз ораза ұстауымыз арқылы қоғамға біздің қандай бір пайдамыз немесе зиянымыз бар? Мысалы, бір баланың жаңағы ораза ұстап сабақта ұйықтап қалуы, ол енді апай үшін зиян деп айтуы мүмкін да. Басқа балалар ұйықтады, басқасында ұйқыға тартады деуі мүмкін. Немесе біреу келіп жұмысында жаңағы түніменен ұйықтамай сәресін жеп барып ұйықтады да, сонымен жұмысына ұйықтап қалды. Немесе жұмысында күні бойы ұйықтап жүрді. Сенің оразаңнан бізге зиян деуі мүмкін да. Сол сияқты ораза ұстап жүрген адамда оразасы себепті өзінің исламға сәйкес келмейтін бір іс-әрекеттері себепті ол сол оразаны қаралауы мүмкін да. Сондай нәрсеге себеп болып қалмау керек. Кейде ауызашар ниетімен шақырып, ол ауызашардың арты бір ысырапқа, ойын-сауыққа, тіпті бір биге айналып кетіп жатады енді. Бір осындай нәрселер әдетке айналып бара жатқан секілді. Бірақ не нәрседе көбейсе жаңағы межесінен асса шірейді, сасиды дейді ғой. Сол секілді жақсы имандас несте, сосын кейіннен үйге тарқасқан дұрыс қой. енді халал ширек болып кетпесін ар жағы. Немесе Рамазаннан бір күшті бір нәрсе үйреніп шыққан іштегем жоқ, бірақ әйтеуір аузымды ашпай 30 күн ұстап бердім десе, міне осының өзі ең үлкен ерлік, ең үлкен батырлық қой. Өйткені соны да ұстай алмай, соны да жасай алмай жатқандар бар ғой, нәпсісіне беріліп. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Бүгін сағындырған Рамазан айының құндылықтарына, ерекшеліктеріне, сонымен қатар Рамазан айының мәніне тоқталатын боламыз. Және де арнайы біздің қалың көрерменнің көкейінде жүрген біршама сұрақтарды да осы подкастымызда талқылап көретін боламыз. Құрметті ұстаздар, қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі шығарылымға көмектесетін әдеттегідей Дастан ұстазымыз және де біздің Айболат ұстазымыз. Енді ұстаз, алғашқы сұрақ өзіңізге. Дастан ұстаз, баяғы сахабаларымыз, ғалымдарымыз осы Рамазан айының оразасын күткен деп жатады, соған дайындалған деп жатады. Енді қазір қоғамда осы жамағаттардың арасында сіз өзіңіз байқайсыз ба, осы Рамазанды күту қаншалықты бар, немесе жоқ, осы Рамазанды күту сезіле ме? Бисмиллах, вальхамдулиллах, уассалату вассаламу аля расулиллах. Бұл енді баяғыдан бар сөз ғой. Сахабалар Рамазанды 6 ай бұрын күтіп алып, және 6 ай шығарып салады екен деген. Енді бұл жердегі күту және қимай қоштасу сезімдері ғой. Бұны бір жағынан енді адам қалай біреудің ішіндегі сезімді, біреудің қандай күйде жүргенін қалай біледі, оның сыртқы көрініс іс-әрекетінен біледі ғой. Оның жаңағы Рамазанға неше ай бұрын дайындалғанын, сол Рамазанға қатысты бір амалдарды жасағанынан білесіз да, оны оразаны күтіп жүргенін. Сол сияқты қимай шығарып салатын деген сөзде ол ертеңгі кеше оразадан жинаған бүкіл жақсы қасиеттерін, оразада қалыптастырған әдеттерін, мысалы ол тарауых намаздан қалмай мешітке барып жүрді, бірден айт намаздан кейін сап тыйылып жоқ болып кетпей, одан кейін де біразға дейін сол әдеттерін тастамай жүрді деген сөз ғой енді мысалға. Сол сияқты Алла Тағаланың өзі осы Рамазанды ертерек күтіп жүрсін деп оның алдына Шағбан, Режеп айларын қойып қойды, және ол айлардағы оразаны, нәпіл оразаларды сондай сауапты қылып қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шағбан ва баллигна Рамадан деп дұға жасады ғой. Бізге мынау Ражаб айында, одан кейінгі Шағбан айында береке бер, және Рамазанға аман-есен жеткіз деп. Міне бұл енді тек ол 2 ай бұрын ғана емес, сахабалар енді сол ораза кеп қалыпты ғой деп 6 ай бұрын қимылдаған деген сөз ғой. Иә, біздің күнімізде де қазір мысалға шынымен де Рамазанның алдында сол осы аталған 2 ай бойы дайындықтарды біз көріп жатамыз. Иә, сұрақтар қойыла бастайды. Мысалға біреулер қазаларын түгендей бастайды. Мен былтырдан қалып қойған қазаларым бар еді, неше күн екенін ұмытып қалдым. Соны қанша күн ұстасам болады деген сияқты. Бұны дайындық қой енді осының өзі. Иә, біреулер тісін емдетіп, денсаулығын қаратып, алатын бір ем-домдары болса, ертең Рамазанда дәрі іше алмаймын ғой деп, соған дейін емделіп алып жатады мысалға. Осының барлығы Рамазанды күтуге жатады да. Бізде ол Аллаға шүкір жылдан жылға жақсарып келе жатыр.
жылдан жылға бұндай күйдегі адамдардың саны көбейіп келе жатыр деп біз оп оңай айта аламыз. Әсіресе жаңағы контенттер соған қатысты шығады, адамдар сондай заттар сатып ала бастайды, бір-біріне сыйлықтар дайындайды деген сияқты. Енді әркім өзінің деңгейінде, әркім өзінің таңдауында осы амалдарды жасап жатыр қазір. Қазір бір қуантатын анау кейде мейрамханаларды да көріп қойып жатамыз, қаладағы біздің қалалық мейрамханаларымыздың ішінде де бір әдемі безендірулермен керемет бір Рамазан айы келе жатыр, Рамазанға дайындықты бастап кетті деп қазірдің өзінде салып жатыр. Жұмыс істеу уақытын ауыстырып жатады, мысалы, сәресіге жақындатып деген сияқты. Ауызашар несіне жаңағы ауызашар менюі деген сияқты нәрселер пайда болып жатады. Мысалы кеше Арафат кафесінде сәресі дұғасы, ауызашар дұғасы деп бізде Қызылордада қағаздар қойып қойған. Осының барлығы негізі күшті, кәдімгідей бір қоғамдағы біз үшін бір керемет нәрселер ғой, бір адамдардың сұранысына байланысты жағдайлар жасап. Пәтуада да сұрақтар көбейіп жатқан болар. Пәтуада сол сұрақтар Дәкең айтқандай, баяғы қазақ оразаларым бар еді, оны не істеймін деген сұрақтар ғой. Жаңағыдай үлгермей қалатындай уақыт қалған кезде сұрайды ғой өзі. 15 күн қазан бар, бірақ оразаға 10 күн қалды деген секілді. Қалған бесеуін не істеймін деп па? Тісім ауыратын еді, оны қалай қыламын деген секілді сұрақтар өте көп. Кафараты болады, немесе кейбіреулер қанша күн қаза екенін де ұмытып қалады. Соны көп сұрайды, осы жерде айта кету керек ау. Маған ең көп қойылатын ораза жайында сұрақ осы. Кеше анандай сұрақта болып отыр, Айбат Айбетпен, сол баяғы қазамды, баяғы ана жылдан қалып кеткен қазамды осы айдың Рамазасына ниет етіп жіберсем, қосып жіберсем бола ма деген секілді де бір сұрақ бірге. Бір оқпен екі қоян атып жіберсек тұр ғой. Енді әр неге ниеті бөлек қой, енді жаңа неге бір сұраққа тоқталатын болсақ, неше күн қазан бар екен ұмытып қалдым дейді. Енді бірінші айтатынымыз салғырттық жасамау керек та, жалпы қаза болғаннан кейін оны дәптерге бір жерге жазу керек. Бұл бірінші очередь. Енді қанша күнім өйткені бұл Рамазан ғой, енді мойнымыздағы нәрсе де, намаз секілді ғой. Қанша намазын қаза жазып қоясыз, оны таң оқымадым деген секілді. Біреуге қарыз болсаң да жазасың. Қарыз болсаң да жазып қоясыз. Сол секілді бұл Алланың алдында қарыз болғасын бір жазу керек. Енді жақсы сондай жағдайлар болыпты, ұмытып қалды енді. Қағазын жоғалтып алдым ба деген секілді. Бұл кезде айтады, енді басым ойын қарайды дейді. Неше күн шамамен. Енді 10 күн мен 20 күннің айырмашылығын біледі ғой, қанша екенін. 10 күн дейтін болса бір 12 күн қылып ұстасын деген секілді. 5 күн болса 7 күндей қылып дегенде, сол артығыменен 1-2 күн қосып, ойындағы басым ойды алады дейді. Бұл жерде енді соны сылтау қылып неше екенін мен білмеймін, демек ұстамай қойсам болады дегенге кетіп қалмау керек та. Шын тақуа қылып сұрап жатқан болса, онда сол 1-2-ін енді үзір қылып жаңағыдай білмей қалдым деп тартатындар бар артқа қарай. Олай емес та, артығыменен 1-2 күн қосқан жақсы, басым ойын алады дейді. Енді жаңа екінші сұрақта екеуін бір ниетті қосып жіберу деген, екі ниет. Өкінішке орай екі ниет қосылмайды. Рамазан айы кіргеннен кейін ол жерде қаза, кафарат, нәпіл деген еш нәрсе ниетті қабылдамайды. Сондай ниет ұстаса да ол Рамазанның айы болғасын, Рамазан болып кете береді ол. Қазаңыз жаңағыдай қатты ақылды болып кетіп оның ішіне сыймайды. Қазаны бөлек ұстайды, болмаса Рамазанға дейін ұстайды. Кейбіреулер жаңағына Шабанның оразасына ниет қылайын деп едім, енді Шабан бітіп қалады, немесе Ражаб бітіп қалатын еді, ұстап қалайын деп тіпті ана қазасын өтемей осы айлардың жаңағы абзалдығын алғысы келіп жатады. Олай емес, бәлкім бірінші қазаны түсіреміз, сосын абзалдықтар кейіннен деген секілді. Қаза маңыздырақ қой. Қаза маңызды, бірінші орында тұрады деген. Тамаша, ұстаздар. Керемет бір подкастымыздың басынан бастап осындай ақпаратты алып жатырмыз ғой. Енді Рамазан айы айтып жатырмыз ғой, Аллах тағала өзі бір қасиетті күндерді, қасиетті айларды бекітіп берген. Оның ішінде осы бізге Рамазан айын сыйға тартты. Әйтеуір осы Рамазан айын біз сағынысып күтеміз. Осы Рамазан айында ғана байқасақ бір рухани халіміз күшейіп, бір құндылықтарымыз, бір сенімдеріміз нығайып жатады. Енді басқа айларда бұндай бір халде жүрмейміз ғой. Осы айға Рамазан айына келген кезде біз осындай бір күйгенеміз. Бұл енді Рамазан айының қасиеттілігі, бір ерекшелігі неде, ұстаздар? Осы жайында айтып жіберсеңіздер. Енді қасиеттілігі бұл айдың көп қой, енді Рамазан болып тұр, Құран түскен ай дедік. Енді бұның ішіне нақтылап айтып кететініміз, бағана күтіп жатырмыз дедік қой, күтеміз, сағынамыз деп. Мына рухани жаңғыру айы ғой, енді бір иман кемелдендірсем деп содан бір үміт күтеді. Мысалы дейік, біреу умраға барғысы келеді. Бұрын барған болса да жылына 2 рет 3 рет барады деп жатады ғой. Ол жердегі несі, мына шаршаған,
бойын бір нәрсеге алдырып қоя береді, мінезі нашарлап кеткен деген секілді сол жерден бір үміт күтеді. Сол жерге барсам бәлкім бір дұрысталып қалармын, шамалы тәртіпке келіп қалармын, өзімді бір жүрегім тазарар деген секілді. Сондай үмітті де осы Рамазаннан мұсылмандар күтеді негізі. Осы әдеттерімді қойып бір жаңарып алсам, бір Аллама жақындап алсам, бағана Құрандарымды реттеп уақытын бөліп алсам, мен өйткені бұл айда шынымен Алла тарапынан жеңілдіктер келеді құлшылыққа. Басқа айдағыдай болмайды, оны Рамазаннан шыққаннан кейін бірден байқаймыз. Сол Рамазанда істеп жүрген әдеттеріміз, Құрандарымыз, бағана Рамазаннан шыққаннан кейін бірден ауыр болып кетеді. Сол осындай сый, міне соны мүмкіндігінше бір тиімді бір пайдаланып қалу керек болып тұр да. Оның үстіне Алла Тағаланың өзі әдейі сондай бір күндерді, түндерді, айларды белгілеп тұр ғой. Абдулла ибн Масғуд айтады, Алла Тағаланың мейірімі ерекше жауатын сәттер болады дейді. Сендер сол сәттерді пайдалануға тырысыңдар дейді. Мысалға, жыл 12 ай адам енді өзінің құлшылығын, ғибадатын жасайды ғой. Бірақ мына уақытта жасасаң, дәл сол ғибадатың 70 есе, я болмаса одан да көбейіп жазылады сауабы десе, адам одан сайын ынталанып, әдеттегіден де көбірек жасауға тырысады ғой. Ол бір ынтасын, ықыласын арттырады да. Мысалға, жұма күні қарапайым, әр жұмада айтамыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, жұмада бір уақыт бар, бір сол тәуліктің ішінде бір уақыт бар, білмейміз қай уақыт екенін. Ол имам мінберде тұрғанда деп айтады біреулер аср намазынан кейінгі уақыт дейді, біреулер тағысын тағы. Жұманың ішінде әйтеуір бір сәт бар, қайсы бір мұсылманның дұғасы сол сәтке сәйкес келсе, міндетті түрде қабыл болады дейді. Бұл да бір қызықтырып қойды. Сен мысалға жұма күні осы сәт шығар деп таңертең бір дұға жасайсың. Жұма намазының уағызы жүріп жатқан кезде осы сәт шығар деп осы кезде бір дұға жасайсың. Парыз намазын оқып болғаннан кейін осы сәт шығар деп тағы бір дұға жасайсың. Сөйтіп сол тәулік бойы дұғаны көбейте бересің да. Бұл айналып келген кезде кімге пайда? Өзімізге пайда ғой. Біз мүмкін аз жасар едік, мүмкін мүлде жасамас едік ол дұғаны. Бірақ осы хадиске сүйеніп біз оны көбірек жасап қалдық та бір күнде. Дәл сол сияқты Рамазан айында адам бүкіл өзінің қабілеттерін ерекше ашу керек қой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сипаттаған кезде не айтады? Ол онсыз да жомарт кісі еді, бірақ Рамазан айы келген кезде Жәбірейілмен жолығатын уақытта ол одан сайын жомарт болып кететін еді дейді. Әдеттегі адамның мінезі, жақсы мінезі одан сайын жақсару керек, құлшылықтары одан сайын көбею керек. Неге? Өйткені жаңа ерекше мейірімнің жауатын күндері, сәттері да ол. Сондықтан да сол үшін де Алла Тағала соны жасап тұр да. Енді біз кейде айта алмаймыз, біреу былайынша уақытта өйтіп қатты құлшылық қылмайтын еді ғой, Рамазанға бола қатты құлшылық қылып кетті деп. Ол шынымен де солай болу керек. Ол сол үшін де Рамазан, ол сол үшін де сондай уақыт. Сондықтан адамдардың сол кезде ықыласы, ынтасы ашылып, амалдар көбейіп жатса, ол қалыпты нәрсе. Айып емес. Тақуа болып кеттің ба деп оған не істеуге болмайды да. Әзілдеп. Сен келмейтін едің ғой, неге Рамазанда мешітке келгіш деп кеттің деген сияқты. Оған үміт етіп тұр ғой сауаптан. Көбірек сауап аламын деп үміт етіп тұр ғой. Бірақ әлбетте енді басқа кезде жасамай қой деген сөз емес. Ептеп жаңағы аздап басқа кезде де ол амалдар тастамау керек та. Бірақ науқан ғой енді бұл. Науқанды пайдалану керек. Пайдаланып қалу керек. Дүниелік мақсатта солай ғой өзі. Дүкендер нелер неге жасайды оны? Неше түрлі жеңілдіктер, науқандар не үшін жасайды? Көбірек пайда табу үшін жасайды ғой. Енді ұстаз, жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, бір әзілдеп қалу деген секілді. Кейде байқап жатамыз, қазір енді біз қазір байқайсыздар ғой, біз жұмысымызға да, біздің осы балалармен, жаңа ұстаздармен қарым-қатынаса да болмаса, достарымыз, тума-туысқандар да WhatsApp деген әлеуметтік желіде біз көбірек жаңа жазысамыз деген секілді. Әлеуметтік желімен көп пайдаланамыз, жұмысымызға да, өмірімізге де деген секілді. Соның арасында байқап жатамыз, осы бір Рамазан айы келген кезде бір әдейілеп, жаңа әзілдеп тамақ жіберіп, жаңағы әдейілеп жаңа дастархан суреттерін жіберіп, болмаса мен кеше көріп қалдым, немесе андай бір контенттер шығып бастады. Жаңағы оразасың ба дейді, онда аузыңды ашсаң, мен саған осындай ақша беремін, мен саған осындай пұл беремін, сен онда оразаңды ашсаң, осындай біздің шартымыз бар деген секілді бір осындай дүниелер болып жатыр. Енді Рамазан кезінде бұл әдепке сай ма? Осы жөнінде айтып берсеңіздер. Пәтуа бөлініңіздер. Ең бірінші енді алдымен адамгершілікке жат нәрсе ғой енді. Екінші тарап мұсылман емес дегеннен бұрын ол енді адамгершілікке жат нәрсе. Адамды құрметтемеу, оның өзінің құлшылығы бар.
оған шынымен қиын келуі мүмкін тамақтан тыйылу кейбір адамға шын жеңіл болуы мүмкін да, бірақ кейбір адамға шынымен тамаққа слабилау. Енді сол жерінен оны түртіп жаңағыдай қылу адамгершілікке жатпайды. азғыру ғой былай. Иә, азғыру. Ал егінде жаңағы шариғатымызда біреуге күнә істеуіне жәрдем беру, соған атсалысу, бағанағыдай нәрселерді жіберу, бұл сол күнәнің үлесін ол да арқалайды дейді да, Алла сақтасын. Сол үшін енді бұл әзіл ғой деп ертең Құдай тағаланың алдына барған кезде әзілді бердім деп әзілің жүрмейді сенің. Енді соның енді басқа нәпіл ораза ашылып кетсе ештеңе емес. Бұл Рамазан деген әрбір күні сәті не болып тұр ғой, сауап толып тұр да, соны кейіннен қазасын өтегеннің өзінде ол Рамазанның ішіндегіні ала алмайды дейді ғой. Сондай мүмкіндікті енді біреудің жоғалтуына себеп қылмау керек та. Бұл ар жағында истихда дейді, жаңағы истихза, дінменен мазақ қылып ойнау. Ол енді дін мазақ қылу туралы аяттар өте қатты келген да енді. Сол үшін бұл нәрселерден жастарға айтатынымыз тыйылу керек. Ойнап болса да, енді әйелеп істемеу керек екенін онсыз да айтпаса түсінікті, бірақ ойнап болсын осындай бір күнәға душар болып қалмау керек. Шайтан жоқ кезде шайтанның орнын жоқтатпай жұмысын істеу ғой енді ол. Рамазанда кісенделеді, байланады дейміз ғой. Жаңағы енді анаусы пранк ол, Пранк. мен де көрдім ол видеоны. iPhone 17 берем деген сияқты мысалы. Қымбат зағал затты көрсетеді да. Оразасын ба дейді, көшеден ұстап алып. Егер аузыңды ашсаң, мына затты саған берем дейді. Жаңа аузын ашайын деп жатады, оны көріп қалып біреу қой дейді. Ол пранк па, әлде сондай бір сценарий ма? Жалпы пранктың енді патуасы бар шығар бізде. Иә, пранктың патуасы бар ғой. Ол әдейілеп жаңағы мазақ қылу, қорқыту немесе. Қорқыту бар, үркіту бар. Арнайлап оған қатысты патуалар шықты бізде. Оның рұқсат еместігіне, бәлкім күнә арқалайтындығына. Сол үшін бұл мәселелерден абай болу керек өте. Пранк деген бұл жаңағы Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әзілсе де шындықпен әзілдеді дейді ғой. Бұл ойын қалжың болғанда да өтірікпенен істеу. Сосын оның шынымен денсаулығына, басқасына нұқсан келіп жатырса, шынымен кісі ақысына кірген болады оның ар жағында. Рас қой, оның үстіне ол ондай бір ситуацияға рұқсат берген жоқ қой, мысалға келіскен жоқ. Кейде шынымен де мысалға былайша жалпы жүрген кезде адам енді мінезді, жақсы ғой енді. Бәріміз де сондаймыз. Қазір бізді мысалы пранк жасап, бір дүниемен бір алдап, бір не қылса нәпсің қызығып кетуі мүмкін. Бір сол нәпсің қызығып бір әрекетке барып қоюы мүмкін. Енді ол шынымен болып жатқан жағдай емес қой. Анау сені сондай әдейі сондай жағдайға түсіріп тұр да. Ол менің иманымды әшкерелеу да жұрттың алдында ше, менің ақылағымды әшкерелеу. Мен шынында да ондай көркем мінезді емес бірақ енді қалыпты жағдайда мен өзім ұстап жүрмін адамдардың арасында. Анау бір сондай жағдайды тудырып ана жерден. Мені бір жаңағы өтірікке итермелеп немесе бір сондай бір дүниеге қызығушылыққа алып келіп, сол жағымды бір сондай жағынан мені көрсетіп деген сияқты, оның бәрі менің былайша айтқан кезде рұқсатымсыз қалауымсыз болып жатқан дүние ғой енді. Сондықтан ондай нәрселерге баруға болмайды ғой. Айыбына шығу адамның. Астын сызып айту дейсіз ғой, жалпы енді қазір көп дүние сол контентпен келіп жатыр ғой. Өйткені қоғам заман дамыған сайын контенттің де жүрісі уже 2x форматта кәдімгідей қатты жүріп жатыр. Шамалы қалып кетсек трендтен қалып бара жатырмыз. Тренд деп көп нәрсені түсіріп жатырмыз. Сондықтан осы салада жүрген бауырларымызға бір ескеру болсын деп. Бәрібір енді иман келтірген мұсылман адамның өзінің таразысы бар ғой, шариғат таразысы да. Соған салып отыру керек. Жаңадан не шықты, ойбай бәрі істеп жатыр деген нәрсе емес, оның өлшемі ол шариғатта. Бола ма, болмай ма? Өйткені шариғат бәрібір де адамның ақысын қорғайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, мұсылманның мұсылманға қаны, малы, ары харам деп. Мен сен жаңағы өміріңе, денсаулығыңа қол сұғуға болмайды. Сол сияқты мал мүлкіңе қол сұғуға болмайды. Дәл сол сияқты абыройыңа қол сұғуға болмайды да. Балағаттап немесе абыройыңды төгіп жүрген көзі. Бұның барлығы қорғаулы деді да. Ол харам деген сөз, әл-харам дейміз мысалы, қастерлі, қасиетті деген сөз ғой. Қорғаулы аймақ деген сөз да. Ол шариғаттың қорғайтын мақсаты сол да. Ол біздің бүкіл жаңағы немізді қамтамасыз ету. Сол үшін де біз шариғат дегенде әшейін ол қатаң тыйымдар ғана емес қой. Бұл болмайды деді ме, демек бұл жерде біреудің ақысы жатыр. Демек бұл жерде ешкімге болмаса да айналып келген өзіңе бір зиян нәрсе жатыр. Ол Абдулла ибн Масғуд айтады ғой, егер Алла тағала бір нәрсеге бұйырса мынаны істеңдер деп, онда ол жерде міндетті түрде пайда бар дейді. Ал егер бір нәрседен тыйса, онда міндетті түрде зиян бар дейді. Оны 100% біле берсеңдер болады дейді. Соған салып адам шариғаттың өлшемімен өлшеп отыру керек қой, не шықса да. Тамаша сөз.
Енді бір келесі сауалыма көшсем, енді қазір біз мына ораза ұстауымыз арқылы қоғамға біздің қандай бір пайдамыз немесе зиянымыз бар? Енді қазір көптеген дүниені байқап жатамыз. Әртүрлі тараптар бар, әртүрлі көзқарастар бар. Мынау құлшылығымызға араласатын тараптар да шығып жатыр деген секілді. Болмаса бір кейбір адам бар, сол ораза ұстайды, сол оразасының кішкене міндетсіну жақтары бар деген секілді. Сол секілді мынау айналамызға қандай зияны мен пайдасын беріп жатыр біздің ораза ұстағанымыз. Ораза ұстағанның зияны жоқ шығар енді адамнан. Ең безобидный, ең зиянсыз адам ғой. Қазір енді зияны жоқ қой негізі зиян жоқ, ол біздің көзқарасымызда да. Иә. Сырттан енді бізде мініздегісі келіп тұрған адам зиян көруі мүмкін да. Мысалы бір баланың жаңағы ораза ұстап сабақта ұйықтап қалуы, ол енді апай үшін зиян деп айтуы мүмкін да. Мынау басқа балалар ұйықтады, басқасында ұйқыға тартады деуі мүмкін. Немесе біреу келіп жұмысында жаңағы түніменен ұйықтамай сәресін жеп барып ұйықтады да, сонымен жұмысына ұйықтап қалды. Немесе жұмысында күні бойы ұйықтап жүрді. Сенің оразаңнан бізге зиян деуі мүмкін да. Неге зиян жоқ, бірақ ораза ұстаушының Кір келтіруі. кір келтіруі, ол өзін дұрыс ұстамауы сол жердегі деген секілді зиян көрінуі мүмкін. Ал енді оразаның өзі сол айтылған нормасымен ұсталатын болса, ол ешкімге зиян тигізбейді ғой. Сол біздердің тараптан дұрыс көрсетпеуіміз біреуге зиян болып көрінуі мүмкін да. Демегенде әдептерін сақтау керек қой. Ораза ұстаған адам мысалға сол оразасы себепті өзінің міндеттерін отбасының алдындағы, қоғамның алдындағы атқармай қоймау керек та. Мен оразамын деп жаңағыдай сабаққа, жұмысқа қатысты кездерде оразамын деп жатып алу, немесе оразамын деп қалып қою деген нәрселерге бармау керек қой демек. Одан кейін енді қарым-қатынаста да енді жалпы қарны ашып жүрген адам ашушаң болады ғой. Көбірек сондай конфликтті жағдайларға түспеу керек та. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ораза ұстап жүрген адамды біреу ұрысқа, жанжалға шақырса, соған бір түрткілеп, итермелеп жатса, онда ол 2 рет мен оразамын деп айтсын деді ғой. Мұлла Али Қори айтады оны. Біреу өзінің есіне салу дейді ораза екенін. Екіншісі анау адамның есіне салу дейді. Қоя салайық мен оразаны бұзамыз қазір деп. Сондықтан ондай нелерге де бармау, дау жанжалға да. Жалпы ораза ұстап жүрген адам енді ол ар жағында исламның туын арқалап жүр ғой ол. Қазір енді көбіне енді расы да бар ішінде, жек көріп айтатындар да бар. Ой, қазір намаз оқитындар, анау мынау деп өтірігі бар, шыны бар айтып жатыр. Бірақ шынымен де кейбір жағдайларда мешітке барып жүрген адам мешітке сөз келтіруі мүмкін. Намаз оқып жүрген адам намазға кір келтіруі мүмкін. Сол сияқты ораза ұстап жүрген адам да оразасы себепті өзінің исламға сәйкес келмейтін бір іс-әрекеттері себепті ол сол оразаны қаралауы мүмкін да. Сондай нәрсеге себеп болып қалмау керек. Өйткені ислам ол ақиқат, Алла тағаланың діні, ол шынында да адамға жақсылық қалайды, бақыт қалайды. Ол егер ұстанса, жаңағы айтты ғой Құранда фаланухияннаху хаятан тойиба деп, біз оларға сондай жақсы өмір сыйлаймыз деді. Шынымен де біз бәріміз аңсайтын адам-адамды алдамаса екен, бәрі бір-біріне мейірімді болса екен, бәрі ешкімнің ақысын жемесе екен, коррупция болмаса екен деген сияқты, әділетпен басқарса екен, әлемде бейбітшілік болса екен, әлемде бейбітшілік болса екен дегеннің бәрі сол мен көрсеткен жолмен жүрсеңдер деп тұр ғой. Алла тағала мен көрсеткендей өмір сүрсеңдер, әрине ол кезде оған барлығы бағыну керек та. Мен ұстанып шариғаттың талаптарын сен ұстанбасаң онда пайда жоқ та. Ол қоғамға ешқандай жақсылық әкелмейді. Сондықтан алма деген нәрсені ешкім алмаса болды ғой, сол кезде әдемі болады ғой, мысалы қоғам тыныш болады ғой. Мен оразамын деген кезде менің тарапымнан қойдым, енді екінші рет оразамын дегенде сенің тараптан да қойылса иә, сол ғой. Ораза болсаң өзің оразасың демей. Ол да құрметтеу керек та, ол да сыйлау керек. Оны быт-шытын шығармай да ғибадатының. Сол ғой, сол қазір. Әрине түрте берсең, ол кез келген адам ішінде нәпсі бар. Ол жаңағыдай сондай бір жағдайға қарай итермелей берсең, кез келген адам ақылағын бұзылуы мүмкін. Иә. Енді кейбіреулер жаңағыдай ғой, сен сабырың тексеріп көрейік, сен иманың қаншалықты күшті екенін тексеріп көрейік деген секілді бір дұрыс емес. Бір тараптар бар. Жетісіп жүрген ешкім жоқ екен. Бәріміз зорға жүрміз. Ешкімге тимей, өзіміз әулие болып, тақуа болып кеткен ешкіміміз жоқ. Біз бір қоғамда өмір сүріп жатырмыз ғой енді. Бір-бірімізден алыс емеспіз. Қатты алыс емеспіз. Арамызда айырмашылықтар болса да қатты емес ол. Өйткені бәріміз бір жерде жүрміз, бір жерде тұрамыз. Сен көріп жатқан нәрсе мен де көріп жатырмын, сен естіп жатқан нәрсе мен де естіп жатырмын. Бір қоғам ғой. Сондықтан бір-бірімізден қатты алысқа кеткен жоқпыз. Сондықтан ешкімді сынап керек емес. Соны айтамын.
сынаушы болып жіберілген жоқ деген сияқты ғой ешкім. Иә. бір біріміздің имамды сынау үшін деген секілді. күшті. Енді қоғам үшін жаңа пайдаларын айтып жатырмыз ғой. Енді бұл қоғам үшін пайдалары ораза ұстаған кезде жаңа Рамазан айының берекесімен ғой. Айтпақшы, мен бір неде оқыдым ба, естідім ба, бізде Қазақстанда Рамазан айында статистика бойынша қылмыс азаяды, едәуір азаяды. Ұрлығы бар, адам өлтіруі бар, басқасы бар, иә. Қойып қою керек да бір жерге жариялап. Иә, рас ол. Оны мен сол құқық қорғау органдарының өкілдерінен естідім ба, әйтеуір нақты мәлімет та бұл. Енді біз енді әртүрлі ауызашарларда боламыз ғой, жаңағы біздегі полициясы бар, соты бар, бәрі жаңағы ұлттық қауіпсіздік бәрі мұсылман болғаннан кейін оразада ауызашар береді, коллектив болып ауызашар береді. Сондай орталарда, жиындарда боламыз ғой. Сол кездерде естігемді, ораза Рамазан айында қылмыс едәуір азаяды дейді. Енді рас қой, көптеген былайынша уақытта намаз оқымаса да, мешітке бармаса да, көбісі ораза ұстайды. Ораза ұстағаннан кейін соған сәйкесінше ол тыйылады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты хадисте, кімде-кім ораза ұстаса, фала ярфус вала яджхал деп, аузынан боқтық сөз шықпасын, қолынан жаман іс-әрекеттер істемесін, жасамасын деп. Ол жерде енді ұрыс, керіс, дау, жанжал, қырғын, төбелес, арақ ішу, бір-бірін алдау, өлтіру, лақтыру деген сияқты нәрселер ғой. Енді осының бәрінен түбегейлі тыйылсын, әйтпесе сенің тамағыңмен, суыңнан тыйылғаныңнан пайда жоқ дейді. Алла Тағала ол үшін бұйырған жоқ деп тұр ғой оны. Сені сол арқылы тәрбиелеп, анау іс-әрекеттерден тыю үшін бұйырды деп тұр да. Шынымен де соған енді барынша тырысып, тыйылып жүрген адамдар көбейеді. Сол үшін мысалы айтайық, көптеген нелерде Рамазан айында арақ сатылмайды. Басқа кезде сатса да, ол Рамазанның құрметі үшін. Ол да бір жүректегі бір тақуалықтың белгісі ғой. Рамазан үшін тыйылады. Тағы біраз сондай бір амалдар жасалады. Сол үшін қылмыс едәуір азаяды дейді. Қоғамға пайдасы ма? Бар ғой. Қоғамға пайдасы бар. Рамазанда тыныштық болады. Қоғамға пайдасы бар. Бұлай кейбір біздің салют ататын мерекелердегідей, ертеңгі травматологияда неше түрлі көз шыққан, қол сынған, бір-біріне пышаққа да, вилкаға дағандардың саны көбеймейді, керісінше ол азаяды. Ең басты нәрсе осы жерде ғой, негізі қоғам үшін пайдасы. Осы бір-біріне деген мейірім көрсетеді, бір-біріне жанашырлығы бар, бір-біріне жаңағы сый-сияпаттарын беріп, осы Рамазан айында бір мейірім айы деп жатамыз ғой, енді сондай бір күшті бір берекесіне бөлінеді осы әлем. Жаңа неге қатысты Рамазан айында статистика қылмыс азаяды дейді ғой. Соған өткенде енді шынымен басқа бір құбылыс болатын болып тұр ғой. Енді адамның ішінде бір қаны қозатын кездер болады ғой, біреуге сөз қайтарғысы келеді, ұрғысы келеді, кешке таман қылмыстар көбейеді деген секілді. Күннің уақыт тәуліктерінде де өзі андай қанның ағысының өзгеріс болады екен да, шыдамсыздау болады, не болады деген секілді. Соны бір осы батыс жақта, Америка жақта андай эксперимент жүргізеді екен, соны психолог айтып жатыр. Экспериментте айямел бейт дейміз ғой, полнолуние ай толатын күндер, 13-і, 14-і, 15-і. Осыны айтады, мен жаңағы күн күнтізбесін айтқан жоқпын, ай күнтізбесімен дейді да. Айдың осы 3 күнінде қылмыс азайған екен дейді, статистика келтірген ғой, әр айда несеп мұсылман несіменен. Өткені мына адамның сол несінде қылмыс көбейген дедім ғой, 3 күнде қылмыс көбейген екен де осы 3 күнде. Өткені адамның қаны сол кезде ерекше көтеріледі дейді. Сол 3 күнде қаны көтеріледі де, сабырсыздау болады, шыдамсыздау болады дегені. Сол үшін біздерге сол күні ораза ұстаңдар дейтін сол ғой, адам өз-өзін шамалы ұстасын сол 3 күні деп ше. Сол 3 күн бір бөлек ерекшеліктері бар, хиджам алатындар да біледі өзі. Сол 3 күндері негізі шақырмайды, бұл 3 күндері келмей деген секілді. Басқа бір құбылыстар болады. Құбылыстар бар. Сол секілді Рамазан ішінде де жаңағыдан бөлек тарауихқа келіп жатады. Біреудің мешітке баратқанын көрген адам енді күнәға бару қайтып қалуы мүмкін да. Құдай есіне түсіп кетуі мүмкін. Біреу тахиясын киіп кетіп, және намазын алып кетіп барады деген секілді. 3 мыңға жуық мешіттің бәрінен азан тарауих бұның бәрі әйтеуір тоқтатады да. Осындай бір руханият себепті қоғамға пайдасы былай да бар. Оның үстіне тағы бір нәрсе хадисте айтылады ғой. Рамазан келген кезде суффидат аш-шаятин деп, шайтандар кісенделеді. Ең басты азғырушы қамалып тұр ғой. Сол да үлкен себеп қой енді. Шынымен де күшті ұстаздар, Алла разы болсын. Кәдімгідей жақсы бір ораза ұстағым келіп кетті десең. Ораза ұстағым келіп тез келсе екен Рамазан айы деп. Енді айтып жатырмыз, қоғамға пайдасын айтып жатырмыз, құрметті ұстаздар. Енді біздің
отбасымызға деп алайықшы, мына шынымен де мынау рамазан айы біздің отбасымызға, біздің үй ішімізге қандай бір пайдасы бар, осы жөнінде бір айтып кетсек. Өйткені біздің ата жарымызға дейді ғой, енді сіздердің жарларыңыз бар деген секілді, бала шағамызға деген секілді, тума туысымызға бұл рамазан айында қаншалықты біз ол кісілермен қарым қатынасымыз, байланысымыз күштірек болу керек, рамазан оған әсері қандай деген секілді ғой. Иә, осы жөнінде айтып берсеңіздер. Отбасының атмосферасына қалай әсер етеді деген сұрақ. Иә, сұрақ қой жалпы. Бұл енді қазір мына жұмыс үйде көбінесе бола бермейді, таңертең шығып кетеді әкелер мысалы. Сосын бала ұйықтап жатқанда келуі мүмкін деген секілді, обедте келген кезде бала болмауы мүмкін дегендей. Сондай несін жояды олқылықты ше. Таңертең тұрған кезде сәресіге балдар да тұрып жатады. Бір дастарханның басында әңгіме жүреді. Әке мен бала қалжыңдасып әңгімелер болады шамалы. Бір неге біріктіреді. Сосын кешкі ауызшардың кезінде де сондай біріктіреді. Мына үйінде қариялары барлар болатын болса, мүлдем ана атмосфера бөлектеу болады. Енді ертеректе әжелеріміз ұстаған кезде сол әлі күнге дейін біздің есімізде бар. Сол кездегі әңгімелескендеріміз бір отбасында да бір жақсы не береді. Атмосфера береді жақсы. Жарқын естеліктер алған дейсіз ғой. Бұның бәрі тәрбие ғой, мұсылманша тәрбие. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, бала дүниеге келген кезде тап-таза болып келеді деді. Фитрат деді ғой. Фитрат деген адамның таза табиғаты ғой, өзінің Құдай жаратқан қалпы да. Сол күйінде келеді. Бірақ әке шешесі оны яһуди қылады, насрани қылады, маджуси қылады деп діндерді атады да. Енді былай шыққан кезде адамның діни тәрбиесінің қалыптасуына, діни көзқарасының, дүниетанымының қалыптасуына бірінші кезекте ата-ананың рөлі күшті да бұл жерде. Ол мектеп, мұғалім немесе мешіттегі ұстаздар, имамдар, ол екінші, үшінші басқа кезекте болуы мүмкін. Бірінші кезекте баланың діни дүниетанымының қалыптасуына әке шеше қатты рөл ойнайды. Сол үшін де осындай рамазан айында біз мысалға балаға өзіміздің ұстанатын, енді адам әркім өзінің дін баласына береді ғой. Ол жаңағы кейбіреулер анау көтеріп жатыр ғой, сен балаңа дініңді таңба, тықпалама, ол өзінің құқығы. Анау кез келген мұсылман болсын, ол еврей болсын, христиан болсын, буддист болсын, кез келген адам өзінің діни сенімін баласына үйретеді. Неге? Ол нанымы ғой, өзінің сенімі. Жақсы деп санайды ғой соны. Иә, ол оған сеніп отыр ғой. Егер бұны әшейін пайдасы нәрсе ғой деп есептесе, онда үйретпейді баласына. Үйретпейді. Қалай сен мысалы өзіңе жақсы деп білген нәрсен балаңа қаламайсың? Иә, мысалы сен өзің үйреніп пайдаланып жатқан нәрсен балаңа да үйретесің ғой. Балам былай бол, оны былай жаса деп. Жақсылық қалайсың ғой өзің балаңа. Енді бұл жерде айтпағым, Рамазан айы біздің балаларымызға рухани діни тәрбие беріп қалуымызға өте үлкен мүмкіндік қой. Өйткені жан-жақтың бәрі соған алып келіп тұр да. Және анау хадис бар ғой, 7 түрлі адамды қиямет күні Алла Тағала көлеңкесіне алады. Ол қияметтің қорқынышын, қиыншылығын, еш нәрсесін көрмейді деген. Соның біреуі шаббун наша'a фи ибадати роббих дейді ғой. Жастайынан ғибадат етіп өскен адам дейді да. Ол жерде ол ана адамның өзінің заслугасы емес, ол оның еңбегі емес. Ол жерде біз ойлаймыз, ана сол дәрежесі күшті. Соны солай өсірген ата-ананың еңбегі айтылып тұр да ол жерде. Сондықтан да қияметке 7 топтың ішіне кіргісі келген адам балаларын сондай жақсылықта, ғибадатта, ізгілікте өсіру керек та. Ол соның еңбегі бірінші кезекте. Соның арқасында ол бала жаңағыдай дәрежеге жетіп тұр. Жалпы ата-ананың міндеті дейсіздер ғой. Иә, шынымен де кейде енді жаңа третьста кеше байқап жатырмыз ғой, жаңа оқушылардың ораза ұстауына қарсылық білдіріп деген секілді. Шынымен де ойланасың, осы балалардың наным сеніміне кім, ата-ана жауапты ма, қоғам ба, біздегі мектептегі ұстаздар ма деп, енді әртүрлі талас тартыс бар, әртүрлі көзқарастар бар деген секілді ғой. Әрине бұл жерде бірақ жаңағыдай ұрып, оны қамап қойып деген сияқты радикалдық методтарға баруға болмайды. Иә. Баланы ас су бермей қойып деген сияқты. Ол балиғатқа толмаса, оған ораза міндет емес қой. Қызықтыру үшін, жарты күн ұстап, түске дейін шамалы 11-ге дейін ғана ұстап, өзің обед ішетін уақытына дейін сөйтіп бірге еріп, қызығып көрсе болады. Бірақ анандай болмайды да. Болды ғой, жаңалықтар болды бізде, елде де оқиғалар, баласын бүйткен үшін сабапты, өйткен үшін өлтіре жазапты деген, оның барлығы енді діннің бұйрығы емес. Діни түсінігінің, танымының тарлығы ғой енді. Діни ата-ананың діни білімінің аздығынан сауаттану керек та. Иә, осы нәрсені шынымен айту керек, маңызды қылып, бұл жаңағы айтылып жатқан неше түрлі тараптар бар, әртүрлі қабылдап қалады деген секілді ғой. Енді күшті, тамаша. Енді бір өздеріңізге тағы да бір сауалым.
Менде қазір байқасам мынандай нәрсе бір әдетке айналып бара жатқан сияқты. Енді біздің ораза ұстағанымыз, ауызашарға шақырғанымыз күшті ғой бәрі, бірақ кейде ауызашар ниетімен шақырып, ол ауызашардың арты бір ысырапқа, ойын сауыққа, тіпті бір биге айналып кетіп жатады енді. Бір осындай нәрселер әдетке айналып бара жатқан секілді. Бұл тұрғыда енді сіз қалай ойлайсыздар? Иә, тиіспеші өзгерсін деймін. қаншалықты қалай болады бұл? Енді бұған енді ораза ұстап енді бастап жатқандар болуы мүмкін деген секілді ғой. Оразаның кезінде бір жиналғысы келеді, бас қосқысы келеді, бір негатив деп қабылдамасын деп түбегейлі дұрыс емес деп айта алмаймыз ғой. Енді жақсы кешкісін әйтеуір кешкісін бас қосты, ораза деп бас қосты, бірақ кішкентай бір имандасса, уағыз тыңдаса, арасында бір діннен сауаты бар жолдастарын шақыра ма, басқа қыла ма деген секілді, соны мүмкіндік ретінде жақсы пайдаланып қалса дейміз ғой. Андай тек қана ораза деген желеуменен түнімен жаңағыдай ойын сауық қылып, қыз бен әйел араласып, кейде билеп кетіп жатады, жаңағы музыка қосып деген секілді арт жағы сондай болып кетіп жатады ғой. Бұлай емес, бәлкім осының салдарынан мүмкін келесі күнгі жаңағы жұмысында дұрыс болмауына да әсер ететін шығар, жаңағы ұйықтап жүруіне, басқасына деген секілді. Сол үшін бірден тиіп тастамай, жәймен енді хикметпен жеткіземіз ғой. Бұл енді ауызашарлар жақсы, бәрі дұрыс, бірақ не нәрсе де көбейсе, жаңағы межесінен асса шірейді, сасиды дейді ғой. Сол секілді жақсы имандас несте, сосын кейіннен үйге тарқасқан дұрыс қой. Енді халал вечер қылма деп тұр. халал вечеринг болып кетпесін ар жағы. Сол жағын бір абайлау керек те. Сосын енді қарапайым дүниелер ғой, көбіне жаңағы бір кітаптан оқыдым. Мысырлық жас жігіт жазушы ғой. Сол намаз туралы кітабында бүйтіп жазыпты. Бәлкім сенің таң намазына тұра алмауыңның, біз енді ой, сен көзіңмен тапқан күнәң басқа деп айтамыз ғой, дұрыс қой, діни рухани тұрғыдан. Оның себебін көп ұйықтап қала бергеннің, таң намазына тұра алмай қалып жүргеннің себебі әшейін қарапайым кеш жатуыңда шығар дейді. Ұйқың қанбауы ғой енді. Сол сияқты кейде адам ғибадатын, күндізгі оразасын жаңағыдай әшейін бір Құран әңгімемен немесе бос нәрсемен ұйықтамай өткізіп алған сағаттары кедергі болған болуы мүмкін да, қарапайым нәрсе. Сондықтан әсіресе Рамазан айында енді ораза ұстап жүрген адам екі есе әлсірейді ғой енді. Сондықтан барынша жаңа сәресте пайдалы нәрселер жеп, сол сияқты күндізгі жұмысы жақсы болу, нәтижелі болу үшін жаңа ертерек жатып намаздарынан кейін, сосын жаңағы уақытында тұрып, ұйқысын қандырып, өзіне бір көбірек күтімді талап етеді да. Өйткені ол мына жағынан әлсіреп жатыр да, ол қарны ашып жатыр, шөлдеп жатыр, ол жаңағыдай ашуланшақ болып жатыр. Сол жақтарын жаңа орнын толтыру үшін ол көбірек жаңа ұйқысына, тамағына, уақытлы барлығының болуына мән берген жөн. Бұл енді таза былайша кеңес қой енді ораза ұстаушыға, әсіресе алғаш ұстап жүргендерге. Бұл енді бірандай жаңа ситуация ғой, енді Рамазан ішінде кестелер бәрі ұйқы не басқасы өзгерейін тұр ғой, енді бұған дайын болу керек та. Ұйықтайтын болсам нешеде ұйықтаймын, таңертең сәресі қалай кіреді деген секілді. Бұған енді бәрінен Рамазанның бірінші күні, оған дейін ораза ұстамаған, Рамазанның бірінші күні ораза ұстаған адамда алғашқы бір аптасы бардак болады. Қалай жүйеге қоямын, не істеймін, соның кесірі бағана да қаттанады, басқаларға да тиіп жатады деген секілді, норма қоя алмай жатады, ұйқысын басқасын. Сосын кейде соны қоя алмағандығы себепті өзін тастап қояды да, әйтеуір аузын берік қой дейді де, түніменен жаңағыдай компьютер ойнауы мүмкін, ойнауы мүмкін, сәресті бірдеңе жеп аламын да қайттан өзін алаңдатуда әйтеуір, бірақ руханиден пайдалы алмай қалуы мүмкін деген секілді. Сол үшін енді айтатын насихатымыз, мына бір апта қалғанда, 10 күн енді бір апта қалғанда болсын, қатарынан дейміз бе, андай мына Шабанның оразасын ұстап барып кіріп кетсе, шынымен оразаны жаңа сезінеді. Сосын бағанағы ұйықтау, бүйту керек екен ғой, ұйықтау керек, мындай кезде бүйту керек, таңертең нан жеу керек, нан жемеу керек. Өйткені кейбір тамақтар жеп көреді де күндіз қуат бермей ма, ішіне жаға ма, жақпай ма, ашқан кезде немен ашайын, міне бір тамақты жеп едім, біраз уақытқа дейін ұйқы қысып тұрды мені, ертең бұл тарауихта маған зиян береді деген секілді. Осы Шабаннан бастап ораза ұстап дайындалып кетсе, лайфхак дейміз ба. Жаңағыдай о Рамазан күш береді деп андай соқыр сенімге салынып кету керек қой. Алдындағы тәжірибесін бір көрсе Шабанмен ше.
яғни шынымен де анау көп нәрсені бастар алдында жаймен аз-аздан бастаймыз ғой, сол секілді. Иә, сол секілді енді бастап келе жатырған біздің Адаптация көрерменге иә үйренісу үшін осындай жай бастап көріп, иә, өзін сынап көрсе болады екен. Енді құрметті ұстаздар, соңғы бір сауалымды қояйын өздеріңізге. Жалпы енді Рамазан айы келе жатыр, сағындырған Рамазан айы. Осы айда біз айтып жатырмыз ғой, жаңағы мол сауапқа кенелу үшін, осы айды шынымен де бір тиімді пайдалану үшін тағы да бір қандай кеңестер бересіздер? Соңғы осы сұрағым сіздерге. Бұл Рамазан айы енді ғалымдар айтады, Ибн Касир тәпсірінде айтады, бұрынғы қауымдарда да ораза болды дейді. Жаңағы парыз етілгендігі жайында аятта сендерге дейінгі қауымдарға парыз етілгенде сендерге де ораза парыз етілді деп айтады ғой. Ол бәрі ұстады оразаны. Мусаның пайғамбардың қауымы ұстады, Иса пайғамбардың қауымы ұстады. Христиандарда да бар ғой, мысалы пост деген түсінік бар. Ол жерде біздің олардың айырмашылығымыз, Алла Тағала оларға емес бізге Рамазанды берді дейді. Рамазан айын. Ал Рамазан несімен қадірлі, несімен құрметті десек, унзила фихил Құран деп айтады, ол айда Құран түскен деп. Сондықтан Рамазанды Рамазан қылғыңыз келсе, оразадан бөлек тағы да оны көркейтіп, одан сайын сәнін кіргізгіңіз келсе, бұл айда көбірек Құран оқу керек. Оқи алмайтындар бар, көбісі оқи алмайды ғой. Оны тыңдау керек. Көлікте қосып қой, үйде қосып тыңда, телевизор, YouTube көп қой қазір тыңдаймын десе. Сондықтан оны тыңдаған да оның сауабы кем емес. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Масудқа, қателеспесем, Құран оқышы дейді. Ол таңғалады, сізге түсті ғой Құран, мен оқиын ба дейді. Құран оқып берші деп тұр да, ең жақсы оқитын сізсіз ғой деп тұр ғой енді ол жерде. Сонда мен Құранды басқалардан естігенді жақсы көремін деп айтады да. Сөйтіп біраз оқып Ниса сүресіне дейін сонда оқығанда, Ниса сүресінің бәлен аятына жеткен кезімде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көзінен жас ағып жатқанын байқадым дейді. Сол сияқты былайынша мен Құран оқи алмаймын, Құран үйренген жоқпын деген адам болатын болса, Құранды оқу, тыңдау арқылы да көптеген сауапқа кенелуге, тыңдау арқылы да өз-өзін, жан дүниесін тазартуға, иманын күшейтуге, тағы да басқа Құраннан келетін пайдаларды алуға көптеген мүмкіндік бар. Одан кейін енді барынша әйтеуір өзінің мінезімен күресу керек та. Рамазан тәрбие айы дейміз ғой. Бір өзіне ұнамайтын, жалпы дін тұрғысынан құпталмайтын, бойында жаман мінездер болатын болса, біртіндеп солардан арылуға, азайтуға тырысу керек. Оның орнына жақсы нәрсе үйрену керек та. Жақсы әдеттер үйрену керек. Рамазаннан мен, мысалы айтайық, өтірік айтпайтын болып шықтым. 30 күн оразадан мен ашуланбайтын болып шықтым. Оразада мен уақытымды үнемді пайдаланатын болып шықтым. Өмір кітап оқымайтын, кітап оқитын болып шықтым деп, оразадан бір жақсы, екі жақсы қасиетпен шығу керек та, ең құрғанда. Соны кеңесіңіз, пікіріңіз. Жаңа әдеттерменен кейбіреулер жаңа темекісінде оқып жатады, соған да көмектесіп жатады. Сондай жаман әдеттерімді бастай алмай жүредім дейді. Мына тарауихқа келіп денесі үйреніп қалған соған. Сосын намаз бастамаған кісілердің өзі таң намазға келуі көп болады осы Рамазанда. Көп келеді. Үйіп үйренеді деген секілді. Осы кезде жақсы әдеттерді қалыптастырып алуға бұлай мүмкіндік қой. Енді менің айтып келетінім мына Рамазанның артықшылығы жайында хадистер, кітаптар, подкасттар бола ма, соларды көбірек тыңдаса, ішінде сол нәрсе бір кішкентай бір нәрсені жағады. Өйткені не үшін ұстайтынын ұмытып қалуы мүмкін да кейде адам. Не үшін ұстап жатсың, бұл жерде не пайда бар? Бәрі ұстап жатыр, үйдегілер ұстайды деген сияқты болып кетпесін. Ішінде шынымен бір оятатын нәрсе болса, бағана қызықтыратын аяттар. Сол кезде бұл Рамазан айының әрбір минуты, секунды, парыздың қаншасы деп, нәпілдердің өзі парыз секілді сауап беріледі дегеннің бәрі бұл науқан екен шыныменен. Онда бұны пайдаланып қалайын, бос өткізбейін деген секілді нәрсеменен кейбіреулер Құранға түсіп алып жатады деген секілді ғой. Сондай бүткіл жамағаттерінен арылып, осы артықшылығына қарай көп мән берсе, Рамазан жеңіл өтеді деп ойлаймын. Өйткені не істеп жүргенін түсінеді да. Жалпы түсінгеніміз, енді Рамазан айы келген кезде осындай жақсылыққа, өздерінің жасамай жүрген әдеттеріне басып, жалпы өзі жете алмай жүрген бір намазға болсын, болмаса жақсы қасиеттерді алып кетуіне бұл Рамазан айы үлкен пайда береді. Сол себепті осы пайдадан осы науқанға кіріп, осы мектепке кіріп, жалпы керемет тәрбие алып қалуымыз керек екен. Тіпті енді көп пайда ала алмадым дегеннің өзінде де, мысалы айтайық, бір ораза ұстады,
бірақ мінезі өзгерген жоқ, я ол бір Құран оқып үйренген жоқ, я ол былайша айтқан кезде қалай кірді солай шықты дегеннің өзінде де ол бірінші мұсылмандық парызынан құтылды. 5 парыздың бірі ғой ораза ұстау. Одан кейін Рамазан оразасында берілетін, жалпы сол айда жазылатын қаншама біз білмейміз өлшемін, соншама сауапқа кенелді. Оның сол кездегі қаншама дұғалары қабыл болды. Ораза ұстаушының ауызы ашқан кездегі дұғасы қабыл болады деп айтты ғой. Ол жалпы Рамазан айы кіргеннен бастап шыққанға дейінгі қандай жақсылық бар, соның бәрін алды. Рухани тұрғыдан, анау ғайып жағынан, оны біз білмейміз, саған мынау берілді, мынау берілмеді деп айта алмаймыз. Ол өзінше былай есептеу мүмкін. Сол баяғы ашушаңмын, сол әлі сабырсызбын, немесе Рамазаннан бір күшті бір нәрсе үйреніп шыққан істегем жоқ, бірақ әйтеуір аузымды ашпай 30 күн ұстап бердім десе, міне осының өзі ең үлкен ерлік, ең үлкен батырлық қой. Өйткені соны да ұстай алмай, соны да жасай алмай жатқандар бар ғой, нәпсісіне беріліп, анау денсаулығына байланысты немесе басқа шариғат рұқсат ететін себептерге байланысты емес, нәпсісіне беріліп соның өзін ұстай алмай жүргендер бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Рамазан айына аман есен жетіп тұрып, бірақ одан күнәсі кешірілмей шыққан адам, ол өзі бал өзіне дейді. Неге өйтіп тұр? Ол Рамазан болып жатыр, елдің бәрі ауыз бекітіп ораза, бұл кәдімгі шетін ішіп, жейтін жеп, онымен ешқандай шаруасы жоқ, бірақ мұсылман да. Сөйтіп жүрген адам болса деп тұр ғой. Енді Алла Тағала сен өзі алдыңа келіп беріп тұр күнәң кешіріліп кететін жаңағы айды. Бірақ сен соны міс етпей, қарамай кетіп қалсаң, онда сен өз обалың өзіңе. Бердік қой біз деген сөз ғой. Өзің алмадың деген нәрсе да. Сол сияқты өйткені сондай дәрежеде қарайтын адамдар да бар да Рамазанға. Сондықтан ең бірінші парыз түссе, ол сол үлкен жетістік. Немқұрайлы қарайтындар бар да, жаңағыдай мұсылман бола тұра осыны келдік, Рамазан кірді, шықты деген сияқты. Бұның ішінде бағанағы дым істемесе де жаңағы Рамазан ұстап берген адам мысалын келтіріп жатырмыз ғой. Бұл кісі мінез көрсетті біріншіден, оны парыз деп мойындады да, соны ұстап тастады ел қатарлы. Ана Құраннан есе түспеген шығар. Рамазанды бұл құрметтеген үшін, аяққа таптаған құрметтеген үшін ол өзінің сауабын алады. Жаңа Алланың нелерін құрметтеді демеймін, рәміздерін құрметтеді. Біз де осыған қатысты фиқхи бір үкімді айтайын. Сол жаққа кетіп қала береміз ғой. Ана каффарат 60 күн каффарат деп жатады ғой. Оразаны қаза деген бөлек, каффарат деген бөлек та. Бізде бір күн қаза қылып алса, өткізіп алса Рамазан белгілі себеппен, ол сол күннің қазасын Рамазаннан кейін өтейді. Енді кейбір жағдайда, бір күн қаза қылса, бір күн, 2 күн болса 2 күн деген секілді, өзін дәл солайменен. Кей жағдайларда Рамазан айында бір күн ораза ұстаса да, қаза қылса да, бір күн қазасын сосын жаза ретінде 60 күн деген қосылады да, каффарат деген. Бұл енді барлық жағдайларда емес, жаңағының қандай себеппен ашты, соған байланысты. Енді ол әдейілеп ашатын болса дейді, біздің мазхабта әдейілеп ашатын болса, онда оған каффарат болады дейді. 60 күн ұстайсың деген сөз, бір күн ұстап, келесі күн ұстамай 60-қа толтыру емес. Бұл арасы жаңағы үзілместен 60 күн. Шынымен каффарат ұстаған жігіттер енді қасында да болды, көрдім. Шынымен ана 60 күн ауыр, үзбей. Өткен сен Рамазанның ішінде емессің да, бағанағыдай жеңілдік шайтан кісі. Айналаң бәрі ауыз ашық. Шайтан кісі дегенде емес. Мысалы Рамазанда жеңіл ғой, сенде ораза деген секілді. Ана 60 күн басқа мезгілде ұстау қиын. Шыныменен ана жігітті адамды тәубесіне келтіріп қояды. Мен одан кейін жаңағы құрметтейтін болып жүреді Рамазан деген секілді. Осының құрметтеуге байланысты айтып жатқаным осындай жазасы бар екен да, жаңағыдай әдейілеп түрлері бар, енді оны айта жатармыз. Сондай нәрселерге түсіп қалатын болса, осы каффарат міндет болады екен. Өйткені неге? Әдейі деген сөз бар да, Рамазанды құрметтемей тұр, қадірін түсіріп тұр. Сол үшін сондай жаза бар екен да, сол үшін абайлау керек екен. Тамаша ұстаздар. Енді жалпы түсінгеніміз, енді Рамазан айы келген кезде барынша осы айда сауап алуға, сауапқа кенелуге мүмкіндік беретін айымыз, жаңа тәрбиеленетін айымыз, біздің рухани мектебіміз, рухани науқан деп жатамыз. Осы Рамазан айының беретін бір берекесінен, сауаптарынан құр қалмайық. Енді рахмет сіздерге, құрметті ұстаздар. Бүгінгі сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Ел үшін, халық үшін пайдалы болсын. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі подкастымыз өз аяғына жетті. Сіздерге бүгінгі подкастымыздан қайырлы білім бердік деген үміттеміз. Сіздер де осы алғандарыңыз өздеріңіздің өмірлеріңізге пайдалы болсын.
алла қаласа жақсылықта жолыққанша бұл подкастты достарыңызға барлығына бөлісіп қойыңыздар, ақпаратпен бөлісіп қойыңыздар, пікір білдіріңіздер. Сіздермен бірге Таным медиа арнасы. Рахмет.